Эфирде К+ арнасы, студияда Жұлдыз Төлеу, армысыздар. 14 сәуір бейсенбі күннің басты оқиғаларына ден қойыңыздар. Оралда орын алып жатқан су тасқынынан 2 адам құрбан болған, 6000-нан астам адамды қауіпсіз аймаққа көшірді. Президент айналасындағы жоғары лауазымды шенеуніктер орындарын сақтап қалды. Тек Сарыбай Қалмырзаевтың қайда барғаны әзірге белгісіз. Қазақстанның бірқатар қалаларында азық-түлік қымбаттауымен қатар тапшылық орын алуда. Астанада бірде-бір сауда нүктесінде қарақұмық жоқ. Жаңалықты Батыс Қазақстан өңіріндегі төтенше жағдайдан бастасақ, осы уақытқа дейін су тасқыны орын алып жатқан Орал өңірінен 6000-нан астам адамды қауіпсіз жерге көшірілген. Бұл жөнінде төтенше жағдайлар министрлігі хабарлап отыр. Су астында қалған 1622 үй мен 400-дей саяжай құтқарушылар тобы алу жұмыс істеу үстінде. Осыған дейін хабарлағанда 2 адам суға батып қайтыс болған. Жергілікті тұрғындар табиғат апатының зардабы ресми мәліметтен 2 есе көп деп отыр. Соңғы ресми мәлімет бойынша 5000-нан астам тұрғын электр қуатынсыз отыр. Жергілікті әкімшіліктің хабарлауынша Орал қаласында Шаған өзенінің бойында орналасқан президент резиденциясы мен облыс әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовтың жеке үйінде су басып қалған. Бүгін Қызылсу облыс орталығындағы Шаған ауданына кіре бастағаны туралы хабарланды. Үкімет батыс өңірдегі апатпен күресу және оның зардаптарын жоюға 870 миллион теңге бөлген. Бұл шамамен 6 миллион ақш доллары. Қазақстанда орын алып жатқан төтенше жағдайларға қатысты үкімет мүшелері әлде бірде-бір шұғыл жиналыс өткізген жоқ. Батыс Қазақстан өңіріне Кәрім Мәсімов атбасын тіремеді. Әшейінде өзінің твиттеріне күні бойы не істеп не қойғанынан хабар беретін премьер-министр төтенше жағдай туралы ләм-мим деп тіл қатпаған. Есесіне бүгінгі жазбаларында үкімет мүшелерін толық жасақтап біттім деп есеп беріпті. Кеше мәжілістің жалпы отырысында депутаттар да су тасқынына онша ауыздарын алмады. Тек бүгін сенат депутаттары еңбек ақыларының бір күндігін Оралдағы топан судан зардап шеккендерге аудару туралы шешім қабылдады. Онда да сенатор Рашид Ахметовтың бастамасымен. Мы, депутаты парламента, выступаем с обращением к коллегам по парламенту перечислить однодневный заработок в фонд помощи. Біз депутаттар парламенттегі әріптестерімізді бір күндік жалақысын батыс өңірде зардап шеккен отандастарымызға аударуға шақырамыз. Сондай-ақ барша қазақстандықтарды, ұлттық компанияларды, ұйымдарды, қорларды табиғи апаттан зардап шеккен батыс тұрғындарына моральдық, материалдық көмек көрсетуін сұраймыз. Сложный период пострадавшим от стихии жителям Западно-Казахстанской области. Шығыс Қазақстанда да төтенше жағдай. Маховка өзенінің арнасынан тасыған су 700-ге жуық тұрғын үйді шайып кетті. Қазір аймақта тілсіз жаудың алдын алу жұмыстары жүріп жатыр. Судың бетін қайтару үшін арнайы бөген салып, су ағатын арнайы арық қазылды. Мамандардың айтуынша Маховка өзеніндегі судың деңгейі 30 сантиметрге түскен. Алайда су астында әлі 400-ге жуық тұрғын үй қалып отыр. Кеше кешкісін аталған аймақтан 38 тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Апаттан аман қалғандар туыстарының үйіне мекен етуге мәжбүр. Аймақта құтқарушылар күндіз-түні кезекшілікте тұрып, өз бақылауларын алған. Бұл уақытта Қазгидромет алдағы бірнеше күн бойы шығыс өңірлерде өзен сулардың деңгейі күрт көтерілуі мүмкін екендігі туралы ескертті. Қазіргі таңда құтқарушылар Бұқтырма өзеніндегі мұзды жарып жатыр. Оның бойындағы елді мекендерде қауіп жоқ, дегенмен бірқатар көлік жолдарын су басып қалған. Аймақтағы құтқару жұмыстарында әскердегі сарбаздар да жұмылдырылды. Тасқын шығынын анықтау үшін арнайы комиссия жұмыс жасап жатыр. Облыс әкімдігі тасқыннан аман қалғандардың барлығына бірдей көмек береміз деп уәде етті. Барлығын өз күшімізбен жасап жатырмыз. Құтқарушылар келеді де ана жерді бір, мына жерді бір шұқылап жүріп алады. Маған мына жерді қазуға тура келді. Ана жердегі арықтарды да өзім қаздым. Бұл уақытта айта кету керек, Ақмола облысында да күн жылынып, қар еруі салдарынан Жабай өзені арнасынан ағып 100 шақты үйді су басып қалған. Онда былтыр ғана 51 миллион теңге салынған бөгет төтеп бере алмаған. Бөгеттің өзенінің тасталқаны шыққан.
Сандықтау ауданына қарасты Балқашина кентінің біраз бөлігін су басып қалған. Алдын ала апатты жағдайды сезген тұрғындардың көпшілігі балаларын ауылдан шығарып үлгерген екен. Айтуларынша азаматтардың ескертулеріне жергілікті билік құлақ аспаған. Сандықтау ауданына қираған қымбат бөгетке қатысты түсініктеме беруге жауапты ешкім табылмаған. Бүгінде біздің тілші осы өңірде жүр. Толыққанды ақпаратты ертең беретін боламыз. Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Мерзімнен бұрын өткен президент сайлауынан кейін қайта қызметтеріне тағайындалған лауазымды шенеуніктер бірден жоғарғы сот судьяларына қол салды. Жемқорлықты алға тартып, бүгін президент әкімшілігінің жетекшісі қызметіне қайта жайғасқан Аслан Мусин бірден сенат депутаттарының алдына келді. Жоғарғы соттың судьяларын қызметтерінен алу үшін оған мемлекет басшысының өзі осындай тапсырма беріпті. Аслан Мусин жемқорлыққа қатысы бар деген 6 судьяны атын атады. Олар Алмас Ташенова, Сәулетбек Жәкішев, Мадлен Қамназаров, Мәрзия Балтабай, Бақытжан Жақыпов және Мақсұт Әбілқайыр. Қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаров хабарлағандай, Ташенов пен Жәкішев Фикалов акционерлік қоғамының пайдасына шешім шығарып, мемлекетке $1,5 миллион жуық шығын келтірген. Сондай-ақ қаржы полицейлері Жақыпов, Қамназаров, Әбілқайыр және Балтабай сынды судьялардың бірнеше мәрте жеке тұлғалар мүддесін қорғап шешім шығаруы, процесс қатысушылармен жеке қарым-қатынаста болу, тергеу органдарының қызметіне кедергі келтіру фактілері дәлелденген деп мәлімдеген. Сондай-ақ агенттік сот қадағалау алқасы хатшылығының меңгерушісі Сәрсеновтың бір фирмадан $150 мың ақша бопсалағанын, пара алушының қамауға алынғанын хабарлады. Іс материалдарын қараған президент әкімшілігі әзірге 6 судьяны қызметтен босатуды сұрауда. Материалы, которые финполиция представила нам, мы его рассмотрели. Қаржы полициясы жолдаған материалдармен танысып шықтық. Оны талдай отыра жоғарғы сотта аталмыш жемқорлық әрекеттердің болуы мүмкін екендігін ойша көріп отырмыз. Бас прокуратура іс қозғады. Тергеу амалдары басталады. Қылмыстың орын алу алмауы тергеу барысында анықталатын болады. Суд, и тогда уже будем говорить. Дегенмен, өстерінен қылмыстық іс қозғалған судьялардың бірқатары қаржы полициясының айыпталуына хабарсыз болып шықты. Қазақ агенттік берген сұхбатында экс-судья Мәрзия Балтабай өзі ауыр халде ауруханада жатқанын, әлі жұмыстан шығып, істі болған журналистерден естігенін хабарлады. Менің кінәм жоқ, мені барлығы біледі, танитындардың барлығы бұған сенбесі анық, істің мән жайын анықтайды деп ойлаймын. Біз мәжілісті 5 судья бірге өткіземіз. Егер біреу бірдеме жасаған болса, онда қалғандарының не кінәсі бар деген Мәрзия Балтабай сұхбатында. Үкіметтегі ауыс-түйістер бүгін Ақордада жалғасын тапты. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев былайша айтқанда жанындағы адамдардың бәрін қайта тағайындады. Жоғарыда айтып өткенде Аслан Мусин президент әкімшілігі тізгінін қайта қолына алды. Ал президентке тікелей қарасты сыртқы барлау қызметі 2009 жылы құрылған болса, содан бері бұл мекемені басқарып келген Аманжол Жанқұлиев осы қызметіне қайта тағайындалды. Ал 2006 жылдан бері президенттің күзет қызметін басқарған Мұхтар Аюбаев та өз орынтағына қайта жайғасты. Тек әзірге президенттің сенімді адамдарының бірі болып саналатын Сарыбай Қалмырзаевтың қайда барғаны белгісіз. Ол кеше ғана президенттің іс басқармасының бастығы қызметінен босатылған болатын. Өзге де жаңалықтар жөнінде, Еуропалық парламентте Қазақстан оппозициясының апталығы аяқталып келеді. Бельгия астанасында Қазақстан сайлаудан кейінгі сценарий тақырыбы бойынша конференция өтті. Бұл шара елдегі адам құқығының бұзылуы, сайлау заңы, жемқорлық және тағы басқа шындықтарға арналған фотокөрмемен жабылды. Біздіңше, әлемдік қауымдастыққа Солтүстік Африкадағы жағдайды сараптай келе, жалған демократиялық режимдерге деген көзқарасымызды, ол режимдердің бәрімізге қажетті тұрақтылықты сақтауға қандай күш жұмсап отырғанын қайта қарауға тура келеді. Бірақ бұл тұрақтылық пен құқық бостандықты шектеу арқылы келіп отырған ескерген жөн. Ал мұндай тұрақтылық әділетсіз, құмырсыз және қауіпті.
Тіркелуші Алға партиясынан өзге Еуропарламентке өз өкілдерін Қазақстандық азаматтық белсенділік қоғамы республика газеттерде жолдаған. Бұл конференцияны Еуропарламент депутаты Марк Мигальскийдің бастамасымен польшалық ашық диалог қоры ұйымдастырды. Басқасуда негізгі әңгіме Қазақстандағы сайлау барысында тіркелген заңсыздықтар туралы және жағдайдың онан ары дамуы туралы болды. Еуродепутаттардан өзге талқылауға үкіметтік емес халықаралық құқық қорғау ұйымдары атсалысты. Әрине бұл сөз жарысқа Қазақстан елшілігінде өкілдер қатысты, бірақ олар талқылауға араласпады. Форум француздық фотограф Юрий Белка мен Республика газетінің репортерінің фотокөрмесімен жалғасын тапты. Көрме Брюссельдегі Еуропарламентте өтті. Нақты айтқанда граунд флорда. Бұл жер еуродепутаттар мен олардың көмекшілерінің жиі бас қосатын жері. Сол жердің өзі де көрменің ауасына әсер етті. Өйткені адам көп жиналды. Суреттердің өзі үлкен резонанс пен қызығушылық туғызды. Кейбіреулері біздің көрмені батылдық деп салды. Біз онда өте көп бүктемелер қалдырдық. Оларда тек қана сурет туралы ақпар ғана емес, Қазақстандағы саяси ахуал туралы да нақты деректер бар. Сіздер Қазақстан жаңалықтарын көріп отырсыздар. Кедендік одақ аясында үш мемлекеттің арасындағы сауда айналымы кеденсіз жұмыс істей бастады, шекара ашылды. Ресей, Қазақстан мен Беларусиядағы азық-түлік бағасы бір дәрежеде болуы тиіс. Елдегі қымбатшылыққа кедендік одақтың да кесірі тиіп отырған жоқ па деген ойлар айтыла бастады. Тіптен басқа қалаларды айтпағанда Астананың өзінде қазір қарақұмық көзден ғайып болды. Бүгін біздің тілші сауда нүктесінен бірде-бір қарақұмықты сатылымнан таба алмаған. Сайлаудан кейін күрт көтерілген азық-түліктің бағасы халықтың қалтасын қағып отыр. Базарға барғандардың ішінде бағаға бас шайқап қайтқандар көп. Осы жайында мен не айтам, біз не қарапайым тұтқан не? Қымбаттаған сайын жаман сияқты болып тұрады, бірақ бәрі бар дүкенде. Ал, одан басқа не айтам мен? Дүкенде барына оған ақша керек. Пенсия қостық дейді. Ол 300 қымбаттап кетеді. Пенсия алмай жатып уже. Елі мемлекеттің қатарына кіреміз дейміз. Не сүтіміз жоқ өзіміздің, не майымыз жоқ. Сары майдың килограмм 1200-1500 сом. Қант қымбаттадық, ұн қымбаттады. Біз елбасына сеніміміз арттық, қуандық. Әрбір отбасы қазақпын деген қуандық, бірақ қарның ашқанда қуанышың ұзаққа бармайды. Сайлаудан кейін бағаның шарықтап кеткені бірден байқалды. Тіпті кей тауар түрлері мүлдем дүкен сөрелерінен жоғалып кеткен, ал барларының бағасы аспандап тұр. Астанадағы дүкен сөрелерінен 3 аптадан бері қарақұмық жоғалды. Осы ауданда тұратын менің сатып алушыларым қарақұмық бүкіл қала дүкендерінде жоқ дейді. Нигде не можем найти гречку, говорят. 500. 500 теңге әрине қымбат. Ал бізде бір жылға артығымен жетеді дегендері қайда? Егін өнімі жоқ шығар, Ресейден әкелінеді, ал оларда қымбат. Бүгін онлайн конференция өткізген статистика агенттігінің төрағасы Әлихан Смайылов азық-түлік тауарларының бағалары қаңтар-наурыз айларымен салыстырғанда 6%-ға артқанын айтты. Агенттік төрағасы Қазақстанның экономикасы ашық, сондықтан сырттағы көршілерде баға қалай көтерілсе, бізде де көтерілуі заңды құбылыс дейді. Жеміс пен көкөністер 16,4%-ға қымбаттады. Соның ішінде мысалы қияр 29%-ға, қызылша 28%-ға, картоп 27%-ға қымбаттады, капуста 37%-ға қымбаттады. Ет 6,9%-ға қымбаттады. Экономист Қанат Берентаев өкіметтің бағаны реттеу саясатына теріс баға беріп отыр. Айтуынша бағаны әкімшілік күшпен ырықтандырудан гөрі алдыменен бағаның қымбаттауының төркінін инфляция табиғатын зерттеу керек дейді. Бағаның өсуіне кедендік одақ әсер етті деген шенеуніктердің уәжімен де келіспейді. Действия правительства, которые были направлены на регулирование цен, они абсолютно неверные. Үкіметтің бағаны реттеу саясатының бағыты мүлдем дұрыс емес. Мен неліктен олай ойлаймын? Себебі олар халықтың санасын баға көтеріледі деп дайындап алады. Сондай-ақ біз сіздердің жалақыларыңызды 25%-ға көтердік, зейнетақыларыңызды 30%-ға көтердік деп мәлімдейді. Ал бізде инфляция жүргендіктен бәрі бірден көтеріледі. Пенсия на 30% или там на 10%, суть не в этом. Өткен сайлаудың алдында халық билігі блогы үлкен экономикалық дағдарыстың келе жатқанын ескерткен еді. Сайлаудың шұғыл өтуі де осыған байланысты деп сәуегейлік жасағандар да болды. Ал астаналықтар әзірге алдыменен бағасы өсіп, артынша сөреден көшіп кеткен қарақұмықты іздеп жүр. Тұран Есіркеп, Әсет Садуақасов, Астана, Қазақстан.
Ал бұл уақытта Оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданының 3 бірдей елді мекенінің халқы өздеріне тиесілі жайылым жерді жергілікті биліктің демалыс орындарына айналдырып жатқанын айтып, дабыл қағуда. Ұшыққан жер дауының шешуі талап еткен жер жұрт тез арада мәселе шешілмесе ереуілге шығамыз деп отыр. Осы өңірдегі тілшіміз Мира Іңкар баяндайды. Жаңарған жайылым Төле би аудандағы таудың етегінен ойып тұрып орын алған бірнеше қалталы кәсіпкер бұл жерде демалыс кешенін салуда. Олар таудың төбесіне тал егіп, тұрғындардың жалғыз табыс көзін тұншықтырып әлек деп ашынады жиналған жұрт. Өртке мал айдай алмай наразы болған халық, кәсіпкерлер ауыл халқын қадам аттатпай, тіпті Қарасудың өзіне еге болды деп отыр. Мына жерде біздің ата енелеріміз, менің кісілерім мынау әулие жатыр. Сол әулиеге өткізбейді ғой бізді ана жерден. Келіп Құран оқиды десек бала шағамызбен. Ал суды бұлар басында отырғаннан кейін бірінші аладылар. Суды. Бұлында бұл ауылдың жүгіріп отқандары бірден бір себеп осы. Қыстың өзінде де ауыз су жөнді жарытып мынау жаңа тұрмыс елді мекеніне су жеткен емес өмір бақи. Құрылыс қарауылдары халықты мылтықпен қорқытып үрейде ұстайды дейді ауыл ақсақалдары. Олай болса тау етегіне көшірілген жаңа жайылымға малды ұшақпен жеткізудің жағдайын жасасын деп ашынады. Егер билік бұл мәселеге бет бұрмаса, халық ереуілге шығуға дайын. Мұңдарын айтуға жиналған жұртпен қауышқан кәсіпкерлер арасында әңгіме ұзаққа созылмады. Екі апта ішінде жол салып беруге уәде берген кәсіпкерлер, демалушылар табиғаттың аясында мал жанның жанында болудан бас тартпайды деген ойда, ал қарауыл қарусыз бақыламақ. Қазақстанда тұрып жатырмыз ғой, малды көрмеймін деген демалушы болмайтын шығар деп ойлаймын. Шыршаларды, басқалар отырылған ағаштарды мал басып сындырып кетпеу үшін охрана мал өтіп жатқан кезде қарайды. Таусамалы тау шатқалының маңындағы Нысанбек, Жаңа Тұрмыс және Қайнар ауылдарының 600-ден астам отбасы мекен етеді. Жалғыз күнкөріс көзінен қағылған қалың жұрт 4 түлікті үйде бағып байлауға мәжбүр. Жайылымның жеке қолға өтіп кеткенін айтып ашынған азаматтар алақандай жердің өзіне зар. Біз халықтың күші кетпей жатыр, мысалы айтқанда. Мұның картасында бәрін жеке-жеке сатып жүрген. Жайылым жоқ дегенсіз. Қазір біз ойлауы мүмкін мына жер жайылым деп. Бір жыл күн басылғаннан кейін, халық басылғаннан кейін бұлар да келіп қоршайды. Өңшең мысалы байлар. Шенеуніктер кәсіпкерлердің заңды жер иелері екенін айтады. Бұдан бөлек бірнеше жеке мекемелер осыдан 3 жыл бұрын Төле би ауданы әкімінің шешімімен жерді жеке меншікке алған, ал демалыс кешенінің басшылығы жолға қожайындық жүргізуге құқы жоқ. Жол егер жауап қойса бізге арыз жазсын жағдай. Біз тексеріп, егер заңсыз болса, заңсыз шара көреміз. Осы мынау жаңағыдай нелерге алған жеке адамдарға, жеке азаматтарға шара көреміз. Егер заңсыз иеленіп, шығып кеткен болса, заңсыз қоршап алған болса, бізге арыз жазса, біз соны жаңағыдай жолды ашып беруге көмектесе аламыз. Шеше алмаса, өшерде қақтығыс болады да, атыс болып білеміз. Енді балашы жаңашы денесі өткеніне бағып отырмайды ғой. Қорқырға айттым, сендер бере аласың. Олар бере. Мира Іңкар, Ілдар Жынысқанов, Оңтүстік Қазақстан облысы. Ал Алматы қаласындағы базарлардың жартысына жуығы жабылуы мүмкін. Қала әкімдігі экологиялық және санитарлық талаптарға сай келмейтін және қызыл сызықта орналасқан 40 шақты базар жабылып, басқа аймаққа көшіруді шешіпті. Сәулетшілер осылай дегеннен кейін саудагерлерден де маза кетті. Жабылау алдында тұрған базарлардың біршамасы ел арасында барахолка деп аталатын әмбебап базарда орналасқан. Әкімдік шешімін естіген саудагерлер кәсіп етіп отырған орындарының жабылуына қарсы, қажет болса ереуілге де шығамыз деп отыр. Бір ғана қара базарда жабылу алдында тұрғандардың қатарында Алатау 2, Арал, Глория, Думан, Адам, Жеңіс, Жетісу және Аякөз балалары бар. Базарлары бар. Ресми дерек бойынша барахолка аумағында орташа есеппен 30 мың саудагер жұмыс істейді. Шенеуніктердің айтуынша қалада шаһар көркін бұзып тұрған сауда нүктелерінің саны 40-қа жетеді. Алматыдағы 74 базардың 34-і саудагерлердің талаптарына сай болмай шыққан.
Олардың қызыл сызықтың, яғни қауіпті рұқсат етілмеген аймақтың үстінен баспайтындары қайтадан қалпына келтіріп, үлкен сауда орталықтарына айналмақ. Алайда Алматының бұлай ажарландыру біздің кәсібімізге кесірін тигізбеуі керек дейді саудагерлер. Сонда халықтың күнкөрісі жағдай қалай болады? Мысалы, қып-қызыл азаматтарымыз жұмыс жоқ. Арба сүйреп жүр сол бөтектерге мысалға ше. Соны кім шешеді? Жоғарғы жақтағы азаматтарымыз бен ақсақалдарымыз шешу керек осы мәселені. Ой, енді не етеміз енді жалпысы бары керек қой жұмыс. Бала шаға бар. Нан деп жүріппіз, тамақ деп жүріппіз ғой бар енді. Барақолдың арқасында күн көріп отырмыз. Нансыз қаламыз. Өлесі жалмасын, қайда барып жұмыс істейміз. Осы тіршілікпен бала шаға бағып отырмыз ғой. Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Рүзенбай Шымбетов басқарған ірі қылмыстық топтың келесі мүшесі құрықталды. Долқын Мамедов 9 сәуір күні түсте Алматы қаласының Жетісу аудандағы көшелердің бірінде ұсталған. Қазірде оған қылмыстық кодекстің 96 бабы бойынша қылмыстық топпен кісі өлтірді деген айып тағылып отыр. Естеріңізде болса, 30 наурызда Қалқаман ықшам ауданында 3 кәсіпкер атылып, екеуі оқиға орнында көз жұмған болатын. 2 сәуір күні күдіктілер ұсталып, Әуезов ауданында полиция қызметкерлері мен күдіктілер арасында атыс болған. Сұңқар жедел тобының 11 сарбазы жараланған болатын. Долқын Мамедов сарбаздарды жаралаған қарулы қылмыстық топтың белсенді мүшесі болып шықты. Айта кету керек, Мамедов кикбокстен, Қазақстан тай-бокстан әлем Еуропа чемпионы, ал осы жылы өткен Азияда ойында алаугер болып қатысқан. Әзірге ол бір ғана факті бойынша қылмысты мойындап отыр. Егер Шымбетов тобы жасақтаған қылмыстық істердің барлығына қатысты бары дәлелденсе, 30 жасар Долқын Мамедов өмір бойы қамаққа алынуы мүмкін дейді ішкі істер қызметі. Долқын Мамедов өз кінәсін толығымен мойындап, 2009 жылдың ақпан айында Түрксіб ауданында орналасқан аулалардың бірінде жеке кәсіпкерді өлтірген мойындап отыр. Қазіргі таңда барлық іздеу тергеу амалдары жүргізілуде. Ол тергеу абақтысына қамалып, әзірше бір факті бойынша өз кінәсін мойындап жатыр, бірақ тергеушілердің пайымдауынша ол дегенмен басқа да қылмыстарға қатысы болуы мүмкін деген болжамымыз бар. Қазақстанда жоғарыда сотталғандар аналарының комитеті қоғамдық бірлестігі жұмыс істей бастайды. Түрмедегі азаптаудан зардап шегушілердің туыстары Әділет министрлігіне тіркелу үшін құжаттарын дайындап жатыр. Ұйымға түрлі белсенділер мүше болып кірді, облыстарда да өкілдері болады. Комитет түрмедегілердің құқықтарын қорғаумен айналысатын болады. Бүгінде комитетке мүше болуға ниет танытқандардың саны 18 адамға жетті. Бұл Әділет министрлігіне тіркеуде тұруға жеткілікті. Жетекші ретінде Лейла Мұхлисованы тағайындаған. Оның ағасы 10 жылға сотталған. Ол түрмедегі заң бұзушылықтарға бірнеше рет кезіккен. Туған туыстары түрлі мекемелерге және үкіметтік емес ұйымдарға шағымданған. Бірақ жағдай өзгермеген. Белсенді топ қоғамдық бақылау комитетін заңдастыруды ұсынады. Үкіметтік емес ұйымдарды іріктеу керек. Егер олар жұмыс істегісі келмесе, немесе ақша үшін қағаз жүзінде жұмыс істесе, олар кетсінде жолды бізге босатсын. Өйткені біз оған объективті қарап қор құрамыз, сөйтіп жұмыс істейтін боламыз. Себебі біз өз жақындарымыздың қандай күйде екенін білеміз. Балалық шаққа саяхат. Бүгін президент Нұрсұлтан Назарбаевтың балалық шағы туралы түсірілген фильмнің тұсаукесері өтті. Балалық шағымның аспаны деп аталатын Рүстем Әбдірашевтің фильмде бала Нұрсұлтан бейнесі Назарбаевтың әділеттің ақ жолы ғасырлар тоғысында Еуразия жүрегінде атты кітаптарының желісінде жазылыпты. Балалық шаққа саяхат ұшақ үстіндегі президент ойы арқылы өрілген. Бала кезіндегі ұшқыш болуды армандағанмен оқуға түсіп оған бармай қалатынын баяндалады. Фильмде аңыз әфсанаға да орын беріліпті. Елбасының ата-анасы Райымбек Батырдың басына түнеген соң дүниеге Нұрсұлтан келгеніміз. Президенттің бала шағын 5 жастағы актер Нұрдәулет Лес ойнаса, бозбала кезін театр әртісі Нұрлан Әлімжанов сомдайды. Деректі фильм элементтері енген көркем фильмнің бюджеті $3 миллион көлемінде. Фильмді түсіруге 1,5 жыл кеткен. Түсіру жұмыстары 3 қоңыр жайлауында өткен. Фильмді президенттің өзі көріп риза болған көрінеді.
қазір айтуға болатын шығар, Мұхтар Абрарұлы Құл-Мұхаммедтің идеясы, министрдің идеясы, тікелей президентке жазған сценариімізді жіберіп отырдық, ақылдасып отырдық. Кейбір эпизодтарды өзі үстінен түзетіп, реттеп берді. Әзірге келіп түскен жаңалықтардың реті осында. Ертеңге дейін аман болыңыздар.